Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шекарашы. Жаңа сөздермен таныс болайық. Шекара, күзет, шекарашы, отан. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Сөздерді оқы, қайтала. Дүрбі, мылтық, жолдорба, шекарашы, шам, ит. Мәндес сөздерді тап. Ұлан байтақ, қолғабыс ету, көмектесу, тыңшы. Ұлан байтақ сөзіне мәндес сөздер табамыз. Қалың, кең, үлкен, аймақ, жансыз, ну, өлке, өсу, қылмыскер, хат жіберу, хат жолдау, ержету, қауіпті. Берілген сөздерге мәндес сөздерді табамыз. Дескриптор кестесі синоним сөздерді табады, 2 балл. Сөздерді аударады, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Есте сақта, егер сөз соңында а, о, я әріптер кездессе, кімді, нені деген сұрақ қойылған кезде н деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, қала, н, дала, н, іні, н. Егер сөз соңында ж, з, қысқа и, м, н, ың, л, у, р, ю әріптер кездесетін болса, д деген жалғаулар жалғанады. Мысалы, ауыл, д, ел, д. Егер сөз соңында с, с жалғанатын болса, н жалғау жалғанады. Ана, с, ын, анасын, ел, ін, елін. Егер сөз соңында б, в, г, д, к, қ, п, с, т, х, с, ч әріптер кездесетін болса, т жалғау жалғанады. Мысалы, марат, т, бәйтерек, т. Осыны есте сақтаңдар. Өлеңді түсініп оқы, кімді, нені сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Шекарашы. Кең дала, тау, көл, теңіз, ұлан байтақ өлкеміз, өткізбейді жансызды шекарашы көкеміз. Сыбдырламай ма ну қамыз, әр дыбыспен ол тамыз, ержеткен соң жасаймыз ағаларға қолқабыз. Шекарада әскер тұр, ел бақытын қорғап тұр, көңілденсін ағалар, амандық хат жолдап тұр. Тоқаш Бердияров. Дескриптор өлеңді оқиды, түсінеді, 1 балл. Кімді, нені сұрақтарына жауап беретін сөздерді табады, 1 балл. Шекарашы тақырыбына диалог құр. Дескриптор кестесі диалог құрады, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Сөздерге жалғауларды дұрыс жалғайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.